Қазақтың ауыз әдебиеті халықтың ғасырлар бойы жинақталған өмірлік тәжірибесі мен даналығының көрінісі. Ол адамгершілік, әділдік, имандылық сынды құндылықтарды дәріптейді. Мысалы, жақсылық ексең, жақсылық орасың деген мақал өмірдің өзгермейтін заңдылығын көрсетеді. Бұл ізгілік жасау арқылы өзінде де қоғамда пайда келтіруге болатынының дәлелі. Өтіріктің құйрығы бір-ақ тұтам деген нақыл сөз шыншылдықтың маңыздылығын көрсетеді. Қандай жағдай болмасын, шындық ақыры жеңеді. Ал жалған сөз адамның беделіне нұқсан келтіреді. Шешендік өнерде де әділдік пен адалдық алдыңғы қатарға қойылған. Әйтеке бидің тура биде туған жоқ деген сөзі жеке бастың емес, әділдіктің үстем құруы қажет екенін көрсетеді. Осылайша қазақтың мақал-мәтелдері мен шешендік сөздері адамгершілікті, әділеттілікті, ар-жан тазалығын насихаттайды. Бұл халқымыздың рухани әлемінің тереңдігін білдіретін баға жетпес мұра.